Мысырдан шығу, 6 тарау. Сонда жаратқан ие Мұсаға былай деп білдірді. Енді сен, менің Фирғауынға не істейтінімді көретін боласың. Мен оған қарсы құдіретті қолымды созған соң, ол халықты босататын болады. Ол құдіретті қолымның ықпалынан, оларды елінен тіпті өзі қуып шығатын болады. Құдай Мұсаға тағы мынаны да айтты. Мен жаратқан иемін. Ыбырайым, Ысқақ, Жақыпқа құдіреті шексіз Құдаймын деп аян бергенімде, оларға өзімнің жаратқан ие деген есімімді білдірген жоқпын. Өздері жат жұрттық болып тұрып жатқан Қанахан елін беруге олармен келісім жасаған едім. Енді мысырлықтар құлдықта ұстап жатқан израильдіктердің күңіренген күрсінісі құлағыма жетіп, сол келісімімді еске алдым. Сондықтан израильдіктерге барып, мына сөздерімді жеткіз. Мен жаратқан иемін. Сендерді мысырлықтардың езгісінен азат етемін. Мен қолымды созып, құдіретті істеріммен мысырлықтарды соттап, жазалау арқылы өздеріңді құлдықтан құтқарып аламын. Мен сендерді өз халқым деп қабылдап, құдайларың боламын. Сонда менің өздеріңді Мысырдың езгісінен босатып алып шыққан жаратқан ие, сендердің құдайларың екенімді білетін боласыңдар. Мен Ыбырайым, Ысқақ, Жақыпқа беруге, қолымды көтеріп тұрып ант еткен елге сендерді бастап алып барамын. Сол жерді мұралық иеліктеріңе табыстаймын. Мен жаратқан иемін. Мұса осы хабарды израильдіктерге жеткізді. Алайда ауыр жұмыс еңселерін басып, жігерлері күйреген олар Мұсаға құлақ салмады. Сонда жаратқан ие Мұсаға былай деп бұйырды. Барып, Мысыр патшасы Фирғауынға, еліңнен израильдіктерді жіберде. Ал Мұса жаратқан иеге, менің айтқандарыма тіпті израильдіктер құлақ салмағанда, Фирғауын қайдан құлақ салсын? Сөзге шорқақпын ғой деп жауап берді. Алайда жаратқан ие Мұса мен Харонға қайтадан тіл қатып, оларды израильдіктерге және Мысырдың патшасы Фирғауынға арнаған әмірлерін жеткізуге жіберді. Осылай жаратқан ие Мұса мен Харонға Израиль халқын Мысырдан алып шығуды тапсырды. Израильдің басты руларының басшылары мыналар. Израильдің тұңғышы Рубеннің ұлдары Ханох, Паулу, Хесрон, Қарми. Бұлар Рубеннің ұрымбытағы. Шимонның ұлдары Емуэл, Ямин, Охат, Яхин, Сохар, Саул. Саул Қанахандық әйелден туған еді. Бұлар Шимонның үрімбытағы. Тараған тармақтары бойынша берілген Леуінің ұрпақтарының аттары мыналар. Герсон, Қахат, Мерари. Леуі 137 жыл өмір сүрді. Герсонның үрімбытағы Лібни, Шимей және олардан тараған ұрпақтары. Қахаттың ұрпақтары Ымрам, Ысқар, Хеброн, Узиел. Қахат 133 жыл жасады. Мераридің ұрпақтары Мәхли мен Мұши. Бұл Леуінің тармақтары бойынша берілген үрімбытағы. Ымрам әкесінің қарындасы Йохебетке үйленді. Олардан Харон мен Мұса дүниеге келді. Ымрам 137 жыл өмір сүрді. Ысқардың ұрпақтары Қорах, Непек, Зихри. Узиелдің ұлдары Мишаил, Елисапан, Ситри. Харон Нағасонның қарындасы Аминадаб қызы Елишебаға үйленіп, одан Надаб, Абиху, Елазар мен Итамар дүниеге келді. Қорақтың ұрпақтары Асир, Илқанах, Абиасаф. Бұлар Қорақтың үрімбытағы. Харонның ұлы Елазар Путиелдің қыздарының біреуіне үйленді. Одан Пнехес дүниеге келді. Бұлар Леуінің тараған тармақтары бойынша берілген рубаслары. Осы шежіреде аттары аталған Харон мен Мұса жаратқан иенің Израиль халқын Мысырдан лек-легімен алып шығыңдар деген тапсырмасын алғандар. Израильдіктерді әлгі елден бастап алып шығу туралы бұйрықты Мысыр патшасы Фирғауынға жеткізгендер осы Мұса мен Харон болатын. Жаратқан ие Мысырда Мұсаға тіл қатқан кезде оған былай деп бұйырған еді. Мен жаратқан иемін. Менің өзіңе айтқандарымның бәрін Мысыр патшасы Фирғауынға жеткіз. Ал Мұса жаратқан иеге, сөзге шорқақпын ғой. Фирғауын айтқандарыма қайдан құлақ салсын деген болатын.